практикующий психолог және чакролог. Достар, мен ең алғаш осы нумерология саласына қызығушылық танытқан кезде, осыдан 3 жыл бұрын, өкінішке орай, ешқандай қазақша информация болмады YouTube желісінде. Сондықтан да мен сіздерге тегін өте көптеген нумерология сандар саласы бойынша өте көптеген ақпараттар айтатын боламын, және де тегін ешқандай нумеролог айта бермейтін құпия тақырыптар туралы айтылатын болады міндетті түрде. Сондықтан да осы видеоны толыққанды көріңіздер. Бүгінгі біздің сіздерге өтетін менің сабағым деп айтсам да болады. Жалпы Пифагора матрицасын есептеу бойынша өткен жолы сіздерге қалай видео жөнінде түсіндіріп көрсеткен болатын, қалай есептеу жолын. Ал енді бүгін осы Пифагор матрицасы бойынша әрбір санның қандай мағына беретінін толыққанды түсіндіретін боламын. Ал кеттік ендеше. Қараңыздар достар, ең бірінші бізде көрсетілген Пифагор матрицасы бойынша бізде 1 деген санымыз бұл адамның характеристикасына жауап береді. Яғни адамның мінезі жуас па, қатал ма, қатты ма, жұмсақ па деген сияқты, басшылық қабілеті бар ма, жоқ па, адамға бағына ма, бағынбай ма деген секілді. Келесі бізде адамның энергетикалық тұрғыдағы энергиясы, жалпы адам вампир ма, донор ма деген сияқты. Яғни туа бітті өзі әлсіз адам ба, немесе всегда энергиясы тасып жүретін адам ба деген секілді. Келесі бізде адамның ол қызығушылығына жауап береді 3 дегеніміз. Например, менде өздеріңіз байқағандай, өткен жолы матрица есептеу барысында мүлдем 3 деген цифра болмады. Бұл әрине болмаса да ешқандай ешкімге етпейді, дегенмен де 3-тің болғаны әрине жақсы. Себебі 3 дегеніміз ол біздің тұрақтылығымыз. Өйткені менде 3 жоқ болғандықтан көбінесе қызығушылық тез болады, тез басылып қалады кез келген дүниеге. Тез қызығам, тез басылам деген секілді. Ал 3-тігі көп адамдар көбінесе, например, интересі өте мықты да, любопытство болады ондай адамдарда. Неге, не үшін, қалай деген сияқты бәрін жан-жағын зерттеп жүретін адамдар ғой, 3-і көп адамдар. Оған қазір жеке тоқтала кететін боламын. Жалпылама қазір бір-бір түсіндіріп өтіп жатырмын, әрбір санның қандай мән мағына беретін. Келесі бізде 4, бұл адамның туа бітті денсаулығына жауап береді. Және де спортқа қабілеттілігі бар ма, жоқ па деген сияқты, олимпийский чемпион бола ма, бола алмай ма деген сияқты. Егер балаларыңызды қазірден бастап спортқа бергілеріңіз келетін болса, онда міндетті түрде сіздің балаңызда спортқа байланысты қабілеті бар ма, жоқ па, міндетті түрде есептетіп көріңіздер. Егер өздеріңіз есептей алмайтын болсаңыздар, менен консультация алсаңыздар болады, әрине ақылы түрде. Келесі бізде 5 деген сан. Бұл бізде Пифагор матрицасы бойынша 5 деген санымыз адамның логикасына жауап береді. Яғни адам аналитик па, математика қабілеті бар ма, есептеу жағына қалай деген сияқты. Негізі 5-і көп адамдар жан-жағына көп сыни пікір айтатын адамдар. Келесі бізде 6 дегеніміз адамның ақша патуына жауап береді, және де еңбекқорлығына жауап береді. Келесі бізде 7 дегеніміз везение дейді ғой, адамның сәттілігіне жауап береді. Қаншалықты адам өмірде сәтті, например, байқайсыздар ма? Кейбір адамдардың үнемі жолы болғыштар, прям всегда везет там, ал кейбір адамдар қаншама жаңағыдай жетістіктерге жету үшін еңбектеніп, қаншама күшін салып, әйтеуір әрең дегенде жетеді. Ал кейбіреулер тез жетістікке жетеді деген секілді. Келесі бізде 8, ол біздің адамның жауапкершілігіне жауап береді, және де қаншалықты жауапты адам, например, ответственность бар ма, жоқ па деген сияқты. Және семьяға байланысты бізде жауап береді 8 деген санымыз. Семьяға да өте көптеген ақпараттарды жауап аласыздар осы бойынша. Жалпы ер адамдарды, әйел адамдарды тоже есептеуге болады. Изменаға жақын ба, жоқ па деген сияқты. Көбінесе енді менде әйелдер консультация алады ғой, совместимость күйеулерімен. Сонда айтады, күйеуім измена жасай ма, жасамай ма. Қазір көремін сандары бойынша деп. Действительно, кейбір ер азаматтар семьясын тастамайды, бірақ измена жасайтындар болады. Изменаға мүлдем жоқ, семьясына өте преданный адамдар болады. Прям жаңағыдай только күндіз түні семьям деп өтеді. Кейбір еркектер болады, әрине левый жүріске жақын еркектер болады. Ол жайлы да совместимостьта толық біле аласыздар ақпаратты. Келесі бізде 9 деген санымыз, ол адамның памятына жауап береді, және де тіл байлығына. Жаңағыдай словарный запас деп жатамыз ғой. Енді қараңыздар, мен әр қайсына толық жауап беретін боламын, бірақ сіздерге
барлығы түсінікті болу үшін, чтоб мен осы видеоны тоқтатып, келесі тағы да видео түсіремін. Қазір соған толық информация саламын. Именно бір дегеніміз қанша бірлік көбейген сайын қандай болады, онда адамдардың типажы қандай деген сияқты жеке талдама жүргізетін боламын. Сондықтан да каналға жазылып, подписаться етіп, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше қош сау болыңыздар. Келесі видеоны көріңіздер міндетті түрде.